Армысыз құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы. Жайғасып отырыңыз, бірге әңгіме айтамыз. Қарапайым ғана телефон қуаттайтын пауэрбэнк кейде бір үйдің құны болуы мүмкін. Дәл осындай жағдай Ақтөбеде болды. Көзге зиянсыз көрінетін құрылғы бір сәтте жарылып, бір отбасының баспанасын күлге айналдырған. 28 ақпан күні қалалық төтенше жағдайлар департаменті өрт болған жерге асыға жеткенімен баспана толық өртенген. Абырой болғанда үй ішіндегі тұрғындар дін аман. Ер адам бұл үйді 6 жыл бойы еңбектеніп тұрғызғанын, бір шатырда әкесі және 2 баласымен бірге тұрғанын айтады. Мұндайды ешкімнің басына бермесін. Үйдегі электр құрылғыларына өте мұқият болайықшы. Бір сәттік қауіпсіздік үлкен қайғының алдын алады. Әннен мән кетті, сахнадан сән кетті ме? Шәмшінің әндеріндей әуезді ән бүгінде бар ма, жоқ па? Қазақстанда концерт өткізу ережелері өзгермек. 28 сәуірден бастап ән мәтіндері арнайы талаптарға сай тексеріледі. Егер ол министрлік талаптарына сай келмесе, әнші әннің сөзін өзгертуі тиіс. Ал өнер өкілдері бұл қадам шығармашылық еркіндікке әсер етуі мүмкін деп алаңдайды. Жаңа ереже шетелдік әншілерге де қатысты. Әлемге танымал әнші Қазақстанда концерт өткізгісі келсе, әкімдікпен келісімшарт жасасуы тиіс. Құжатта орындаушының міндеттері мен мазмұнына қойылатын талаптар көрсетіледі. Ал енді осы талаптан соң не өзгереді, не өзгермейді, уақыт көрсетер. Қазақстанға тағы да шетел әншілері келе жатыр. Бұл жолы халық айлықтан жырып, Энрике Иглесиастың концертіне билет алады. Испан әншісінің концертіне арналған билеттер құны әлі нақтыланбаған. Айтпақшы, өткен жылы Қазақстанда Дженнифер Лопестің концерт өткен еді. Билеттер 40-50 мыңнан бастап 150 мың теңгеге дейін саудаланған. Халықта ақша жоқ деп жүрсек, Алматыда, Астана жоқты да жабылып концертте көңіл көтеріп би билет. Ал сіз концертке соңғы рет қашан бардыңыз? 100-150 мың теңгеге бір концертке билет алар ма едіңіз? Естімеген елде көп, адамды алтын табытпен жерледі десе, сенер ме едіңіз? Танымал ер адамның денесін зиратқа алтын табытпен, қызыл раушан гүлдерімен көмкерілген көлікпен жеткізген. Бұл оқиға Мексикада болды. Ел ішінде танылған наркобарон Эль Менчоны жерлеу рәсімінде қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Онда ұлттық гвардия, әскер және полиция қызметкерлері кезекшілік атқарыпты. Бұған не дейсіз? Енді 30 тамыз күні демалмайтын болдық па? Қазақстанда бір мереке алынып тасталуы мүмкін. Елдің әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев Конституция күні мерекесінің қалай аталып өтілетінін түсіндірді. Ол референдум нәтижесінде Конституцияның жаңа редакциясы қабылданса, демалыс күні, яғни Конституция күні 15 наурызда деп бекітілетінін айтты. Ал қазіргі 30 тамыздағы мереке күшін жоғалтады. Нәтижесінде қазақстандықтар 15 наурыз күні демалады. Көршінің қызымен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Арнаға тіркеліп, пікір басуды ұмытпаңыз.